Алла Тағаланың құлдарының ішінде ең сүйіктілерінің бірі кім екенін білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة رواه الترمذي. İmam Tirmizi'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Алла тағала құлдарымның ішінде мен үшін ең сүйіктілері ауыз ашуға асығатындары деген. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда және жасап жатқан әрбір дұға тілектерімізді қабыл етсін. Рамазан мүбәрак болсын.